Оңтүстіктің бір жігітіне Қыдыр кездесіп қалыпты. Жігіт Қыдырға ұнаса керек, қалаған тілегіңді орындайын депті. Жігіттің машинасы жоқ екен. Машина бер, бірақ бензинсіз жүретін болсын депті. Қыдыр, жарайды, саған бір сөз айтқанда жүретін, бір сөз айтқанда тоқтайтын машина берейін. Қай сөзді айтқанда жүрсін, қай сөзді айтқанда тоқтасын деп сұрапты. Жігіттің күнделікті қолданатын сөзі шешең екен. Шешең дегенде жүрсін, әкең дегенде тоқстасын депті. Жігіт Қыдыр берген машинамен айдап жүріп келе жатыпты. Машина жылдамдық қосқан сайын жаны кіріп, үсті-үстіне шешең. Шешең деп жылдамдықты үдете түсіпті. Бір мезет қараса, алдында тік құлама жар. Жігіт машинаны тоқтататын сөзді ұмытып қалыпты. Атаң дейді, енең дейді, машина тоқтамай. Біткен жерім осы дегенде әкең деген сөз есіне түседі, машинаны дәл жар алдында тоқтатады. Маңдайынан бұршақтаған терін сүртіп, жігіт уф, шешең депті, уха-ауха айхуа-ха-ха-ха. Бір адамның өмірі жолы болмайды екен. Автокөлікке мінсе де, темір жол көлігіне мінсе де, неге мінсе де, тек ұшаққа мінбеген екен. Не керек енді осы ұшаққа мініп көрейінші деп ұшаққа мініп ұшып келе жатса, ұшақ істен шығып мұхиттың үстіне құлап бара жатса керек. Стюардесса, біздің ұшақ істен шығып мұхиттың үстіне құлап келе жатырмыз. Барлығыңыз бір-бір құтқару жилеті мен барабан алыңыздар. Мұхиттың үстінде акула келген жағдайда барабанды ұрсаңыздар, акула кетеді деп хабарлап жатыр. Сонда жаңағы жолы болмайтын жан, не қазір маған барабан жетіспей қалады, не мені жейтін акуланың құлағы керең болады деген екен. Тотықұс асыраған бір жігіт тотықұсын қолға үйретіп жүр екен. Әзірге ол тотықұсының оң аяғына қызыл жіп байлап, ал сол аяғына көк жіп байлап қойып, оң аяғын тартқанда сәлеметсіздер ме деп, сол жағын тартқанда сау болыңыздар деп сөйлетіп қойып, жұрттың бәрін таң қалдырып жүр екен. Бұны көрген қалжыңбас біреу, екі аяғында тартып қалса не болады деген екен. Ашуланған тотықұс, кетші бар. Құлап түссем не болады деген екен. Ухаха-ухаха-ха-ха-ха. Мотоцикл мінген аю. Қоян ақша жинап мотоцикл алыпты. Мотоцикліне мініп алып көшеде келе жатса, аю тоқтатып отырып алыпты. Бір уақытта қоян аюға, аю көзіңді жұм, қазір анау КамАЗдан астынан өтіп кетеміз депті. Аю көзін жұмады, қоян КамАЗда айналып өтіп кетеді. Аю таңғалып, ертесіне мотоцикл сатып алып, бала шағасын мінгізіп алып, кәне, балаларым, көздеріңді жұмыңдар, қазір анау келе жатқан КамАЗдың астынан өтіп кетеміз депті. Біраздан соң қараса, мотоциклі бір жақта, 6 баласы 6 жақта, әйелі бір жақта быт-шыт боп жатыр екен. Аю жыны келіп, қайсың көзіңді ашқан деп бір боқтапты. Атақты 2 ұры шаңырақ көтеріпті. Көп ұзамай әйел ауыр аяқты болады. Айы күні жетіп, шекесі торсықтай ұл туады. Туылған баланың алақаны тарс жұмулы екен. Ашайын десе ашқызбайды. Әкесі күштеп отырып әрең ашып қараса, уысында алтын жүзік бар екен. Таңғалған әкесі. Мынаны қайдан алдың десе, ұлына, ұлы тудырып жатқанда, акушер әйелдің қолынан ұрлап алғам депті ғой. Уахаха-уахаха. Бір орысша сөйлейтін аю тауда келе жатып, ыстықтан қатты шөлдеп кетіпті. Қараса бір ешкі тұр екен. Аю қасына барып, «Ей, козел, где тут ближайший водопой?» депті. Қазір осында тұра тұр. 1 сағат жоқ, 2 сағат жоқ, 3 сағаттан кейін көп ешкі келіпті. Аю ашуланып, «Ну и где же козел водопой?» Араларынан бір атаман шығып, «Бұлақ қайда екенін білмеймін, ал козел үшін таяқ жейсің» деген екен. Бірде атты жолаушы келе жатқан, артында иті бар. Жолдан шаршаған ат жата қалып, егесіне шаршадым, жүре алмаймын дейді. Аттың сөйлегенін естіген жолаушы шошып, тура қашады. Қашып келіп, қамыстың арасына өкпесінің демін басып отырып, аттың сөйлегенін бірінші рет естуім дегенде қасындағы иті менде қожайын депті. Қожа Насыр келе жатса алдынан бір кісі шығып, жасын нешеде десе, соңда қожа 30-дамын депті. 10 жылдан кейін жанағы кісі қайтадан нешедесін депті. Соңда қожа 30 депті. Қалай 30? 10 жыл бұрын 30-да еден ғой десе, соңда қожа жігіт 2 сөйлемейді депті. Бір жынды 5-ші этажда сиіп тұрса, астында бір ағай қарап тұр екен. Сол кезде жынды сиюді қойыпты. Сол кезде ағай, сен неге сиюді тоқтадың десе. Сонда жынды, сен менің сідігімнен тартып 5-ші этаждан құлатпақшысың ғой депті. Баяғыда бір жігіттің мотоциклі болған екен, ол бұзылып, жөндеп жатқанда, қасына әйелі келіп, жаным осы мотоциклге 2 баллон салса машина бола ма депті. Жігіт шынданып кетіп, кумаш саған 2 емшек қосса сиыр боласың ба депті.
Bir күні әйелі мен күйеуі қатты ұрысып қалыпты. Сосын күйеуі балконға шығып алып, секіре мен бәрінен жалықтым депті. Әйелі сонда жүгіріп келіп, ақыры төменге кетіп бара жатсынға мусорды алып кетші деп айтады дейді. Бір апайдың басына бит қаптап кетіпті, басын уақытылы жуады, бәрібір кетпейді. Бір күні апай басын тақырлап алып тастайды. Айнаға қараса, басында бір биткен далам деп өлең айтып жүр дейді. Қыз бен жігіт диванда отыр екен, диван астында жігіттің иті жатыр. Бір уақытта қыз осырып қояды. Жігіт, Рекс кет деймін депті. Қыз иттен көріп жатыр екен деп тағы бірнеше рет осырады. Жігіт, Рекс кет деймін дейді. Қыз тағы осырады. Жігіт, Рекс кетесің бе, жоқ па? Қазір мына осырақ басына тышады депті. Ха-ха. Қожанасырдың 5 қойы болыпты, сол 5 қой жоғалып кететіндей. Қайта санай беріпті. Сөйтіп бір күні қожекен тамақ пісіріп жатып, баласын жұмсапты. Барып қойды санап келші депті. Баласы қойды санап үйге келіп, папа, қойлар 4 дейді. Сонда қожа неге 4? Біреуі қайда дейді. Сонда баласы бір қой қашып санатпай жүр деген екен. Жігіт үйіне мас болып келіп ұйықтап қалады. Таңертең тұрғасын, әйеліне айтады. Осы біздің үйде жын шайтан бар-ау дейді. Түнде туалетке шығып есігін ашсам, светі жаңады, жапсам сөнеді дейді. Әйелі ой жалмауы сен екен ғой, холодильникке сиіп жүрген депті. Бір күні Сушняк пен Голодняк сахарада келе жатады. Алыста бір бочка тұрады. Голодняк бочканың ішінде қыз болса екен деп армандайды. Сушняк су болса ой деп армандап жүгіріп келіп бочканы ашса, ішінде порожняк отыр екен. Бір шал болыпты, елдің бәріне прикол ұстап жүретін. Бір күні шалдың ақ төстеген иті өмірден осыпты. Оны естіген 4 жігіт кеттік шалға көңіл айтып прикол ұстайық депті. Шалға келіп ақтөстің арты жақсы болсын десе, шал кемпіріне айқайлап шай қой, ақтөстің кластастары келді деген екен. Бір боксерға ота жасағалы жатыр екен. Анестезиолог, қазір 10-ға дейін санаймын, сосын ұйықтап кетесіз. 1, 2, 3 деген кезде боксер орнынан атып тұрыпты. Анестезиолог, не болды сізге, жатыңыз? Қазір 10-ға дейін санаймын, сосын ұйықтап кетесіз. 1, 2, 3. Боксер тағы атып тұрыпты. Боксер, кешірерсіз, мен 10-ға дейін санағанша шыдап жаталмаймын депті. Баяғыда қасқыр мен қоян болыпты. Қасқыр мықты фотоаппарат сатып алыпты. Қоян тұр, суретке түсірем деп түсіріпті. Қоян, аты не мынаның күшті екен депті. Фотоаппарат деп базарға алуға бара жатып, жолда атын ұмытып қалыпты. Сатушыға, атын ұмытып қалдым, чіп берші десе, сатушы мылтық беріп жіберіпті. Қоян мәз көшеде. Түлкі тұр, суретке түсірем деп түлкі кекілін қайырып тұрса, гурс еткізіпті. Қоян барып, түлкі өтірік ыржиып жатқанша суреттің ақшасын бер деп айтады дейді. Уха-ха-ха. Бір кісі мал бағып жүрсе, батпаққа сиыры батып жатыр екен. Жылқымен шауып барып көмектесіп сиырды шығарайын деп жатса, сиыр, аға көмектесіңіз, тұншығып барам депті. Аң-таң болған кісі қорыққаннан оқиға орнынан жылқымен шауып қашып бара жатып, малдың сөйлегенін бірінші рет көрдім депті. Сонда жылқышы, айтпа, мен де бір түрлі болып қалдым депті. Ихахайхахахахау. Бір күні бір папугай болыпты. Оны Африкадан машинамен әкеле жатып, клеткасы түсіп қалып, мұсыр жаққа барып құлап қалады екен. Бір бұзық балалар боқтасып жатқанда, боқтықтарын естіп, пошол наху деген сөзді жаттап алыпты. Сосын көтіне ши тығамыз дегенді жаттап алыпты. Сол келесі күні официант мұсыр төгуге шығыпты. Сол кезде папугайды тауып алып, ресторанға апарып қойып, ханымдар мен мырзалар кофе мен шай ішіңіздер деген сөзді жаттатып қояды. Сосын ханымдар мен мырзалар отқан жерге апарып қойып қояды. Папугай айтады, ханымдар мен мырзалар кофе мен шай ішіңіздер депті. Сосын бір апай тұрып, ой не деген жақсы папугай десе. Папугай пошол нахуй десе, апай талып қалыпты. Бәрі шулап кетеді. Енді не істейміз десе, папугай тұрып, көтіне ши тығамыз деп айтады дейді. Ухахаухахахахаха. Бір күні бір жынды ваннаға қармақ салып балық аулап отыр екен. Сөйтіп қасына екінші жынды келіп, қанша балық ұстадың десе. Бірінші жынды, кетші бар, ваннада балық болама не деп айтады дейді. Ауыр қылмыс жасап, түрмеге түсейін деп жатқан жігіт, жоғарыда отыратын көкесіне телефон шалып, алло, братан, мен түрмеге түсіп қалдым. Бірден істеші десе, ағасы. Не ғой, қазір қолым босамай жатыр еді.
Сен түрмеден шыққасын звондашы, асықпай отырып сөйлесейік деп айтады дейді. География сабағы. Мұғалім оқушыға: Бека, сен Панама каналы туралы не білесің? Десе оқушы: Білмейм апай. Біздің телевизорда ондай канал жоқ деп айтады дейді. Уха-уха-ха-ха-ха-ха. Көп жыл бойы сол жақ рульді машина жүргізіп қалған бір ағамыз бір күні оң жақ рульді машина сатып алыпты. Оны естіген құрдастары құттықтап жатыр дейді. Ал мәке, құтты болсын. Оң жақ рульді машина қалай екен? Десе ағамыз: Жақсы екен. Тек әйелімнің бетіне түкіріп қоя берем деп айтады дейді. Бір күні бір баланың сүндет тойы болмақшы еді. Сөйтіп молданы шақырады. Молда үйге енді кіріп бара жатса осырып қойыпты. Сөйтіп молда ұялғаннан ауылынан көшіп кетеді екен. 5 жылдан соң қайтып бұрынғы ауылына қайтып көшіп келеді. Сөйтіп кемпіріне: кемпір, ауылдан менің осырып қойғаным естері нең шығып кеткен шығар, соңы біліп келші деп айтады. Сөйтіп кемпір бір балаға: сен қай жылы туылдың десе, молда осырып қойғаннан 2 жыл бұрын депті. Сөйтіп тағы бір баладан сұрайды: қай жылы туылдың деп. Сөйтсе бала молда осырып қойғаннан 1 жыл бұрын депті. Кемпірі үйге келіп: шал масқара, сенің көтін бүкіл ауылға календарь болып кетіпті ғой деген екен. Ухахаухахахахаиу. Бір баяғыда Бека мен Усен деген ағайынды болыпты. Бека қыздармен есік алдынан өтіп бара жатып, кер жуып жатқан Усенді көреді де ұятқа қалдырғысы келіп: шалбарымды жуып қойдым ба дейді. Ұятқа қалғысы келмеген Усен: тағы біреуін бүлдірдің ба депті. Ухахаухахахай. Бір күні аңдар жиналысы болып жатса, бір тышқан қашыңдар деп айғайлап жүгіріп келе жатса, аңдар қашып кетіпті. Намысқа тырысып арыстан қорыққаннан дір-дір етіп: не болды десе, тышқан тұрып: папам мас, ұстап алса бәрінді айрады депті. 4 сіріңкенің әңгімесі. Бірінші сіріңке: қой жігіттер, жанатын уақыт болды деп кетіп қалады. Екінші сіріңке: қой жігіттер, менің де жанатын уақытым болды деп кетіп қалады. Үшінші сіріңке: төртінші сіріңкеге: қой бауырым, мен де жануға кеттім деп ол да кетіп қалады. Төртінші сіріңке жалғызсырап тұрған кезде, үшінші сіріңке қайтып келеді. Төртінші сіріңке: не болды десе, үшінші сіріңке: анау құлақ шұқыды да қойды ғой депті. 5 жасар қыз әкесіне: әкешім, 5000 теңге берсең, сен жоқта анам кіммен ұйықтайтынын айтып берем депті. Әкесі дереу қалтасынан ақша шығарып 10 000-ды ұстатып: ал айтшы депті. Сөйтсе қызы: менімен ұйықтайды депті. Шалдың баласы үйленіпті. Кейін кемпірі базарға кетіп қалыпты. Келіні газды жуайын десе, темір шеткі жоқ екен. Сосын шалдың сақалын қиып алыпты да тряпка таба алмай шалдың майкасын алыпты. Кемпірі базардан келсе, шал қорада отыр екен. Не істеп отырсын десе, келін қуыруға жұмыртқа іздеп жүр депті. Охахахаха. Аң патшасы арыстан барлық жануарларды жинап алып, тасбақаны магазинге сушнекке жіберіпті. Арада 1 сағат өтеді, 2 сағат өтеді, тасбақа әлі жоқ. Сосын арыстан ашуланып кетіп: мына мал тасбақа қайда жоқ боп кетті десе, сол жерде орнынан сәл жылжыған тасбақа: боқтай берсеңдер бармай қоям магазинге депті. Әжесі: балам, ана көрші серікті қарашы үйленіп ұялды. Баласы: ой әже, ол чмоғо. Әжесі: балам, ана көрші серікті қарашы машина сатып алды. Баласы: ой әже, ол чмоғо. Әжесі жай орнынан тұрып: балам, сен қашан чма боласың депті. Анасы түрмеде отырған баласына былай хат жазыпты: балам, сен кеткелі үй шаруашылығына жалғыз өзім үлгермей жүрмін. Картошкалар да қазылмады әлі деп хат жазып жіберіпті. Хатты оқыған баласы анасына: бау-бақшаны қазба, ол жерге мен ұрлаған алтындарымды тығып қойғам. Егер милиция білсе, сені де түрмеге қамайды деп жазыпты. Баласының хатын алған анасы оған қайтадан: балам, сенің хатыңмен бірге милиция қызметкерлері де келді. Барлық жерді қазып, ашуланып кетіп қалды. Баласы болса: анашым, мен қолымнан келгенін істедім, енді картошканы жинап ал депті. Ухахаухахахахай. Фермердің тауықтары келен кішкентай жұмыртқа туады екен. Бастығы тауықтарға айғай салыпты: көрші фермер жұмыртқаларын 15 теңгеге сатып жатыр, ал біз болсақ 13 теңгеге сатып жатырмыз. Неге дәу қылып тумайсыңдар деген ғой. Сонда кәрі бір тауық ашуланып шығып: 2 теңге үшін құйрығымызды жыртайық па депті. Ухаухаихуахахахихуйүйді өтекі.
Бір күні Қожанасыр мотоцикл сатып алып оған ат қоймашы болады, сонда қасында бір қыз өтіп бара жатып пчу деп түшкіріп жібереді. Содан Қожанасыр мотоцикліне пчу деп ат қояды. Сосын гараж алады, оның атын Труси деп қояды. Тағы бірде диван сатып алып, оның атын Айдана деп қояды. Бір күні Қожанасырдың мотоциклін ұрлап кетіп ол полицияға соғып: «Алла полиция, Айданада жатыр едім, трусиімді ашсам пчуым жоқ» депті. Ухахаухахахай. Жасы келіп қалған ағасы тойға баратын болып асығыс киініпті де шалбарының ауын түймелеуді ұмытып кетіпті. Тойға келіп тойхананың алдында тұрса бір топ жас қыздар ағама қарап күле береді дейді. Ағамыз маған күліп тұрма деп ыңғайсызданып тұр. Қыздардың ішіндегі батылдауы келіп: «Ағасы, дүкеніңіз ашық тұр ғой» депті. Ағамыз саспастан: «Ашық тұрса жыртың етіп күле бергенше келіп сауда жасамайсыңдар ма?» депті. Ухахаухахахай. Бір студент қарны ашып қаланы аралап жүріп, зоопаркке көзі түсіп кетіпті. Қараса, адамдар жануарларға нан, булочка лақтырып жатыр екен. Күйтеп, ол бір маймылдың терісін жамылып, темір тордың ішінде қарны тойып отыра беріпті. Кодан сексе басталатын уақыт жетіп қалыпты. Кірген тордан қалай шығарын білмеген жігіт: «Өтірік қайтыс болсам шығарып тастайтын шығар» деп ойлап өтірік қайтыс болады. Оны көрген қызметшілер қайтыс болған екен деп арыстанның алдына апарып тастапты. «Біткен жерім осы шығар» деп жігіт арыстанның алдында қорқып жатса, арыстанның тересінен бір бас шығып: «Бауырым, қай универден боласың?» депті. Бір күні ешкі жеті лағын қалдырып кетіп бара жатып: «Үйдің есігін ешкімге ашпаңдар, мен дүкенге кеттім» депті. Біраздан соң қасқыр келіп: «Лақтарым, шұнақтарым, есікті ашыңдар, мен сендердің аналарыңмын, сендерге нан, қаймақ, сүт әкелдім» десе, жетінші лақ тұрып: «Өтірік айтпаш, біздің мама араққа кеткен, вообще-то» депті. «Ой, не могу, ухахаухахаха». Бұрын Аюды армияға шақырыпты. Сонда Аю не істерін білмей әпшуын кесіп алады. Содан кейін Аю дәрігерге барып: «Менің әпшуым жоқ» дейді. Аю больницадан шыққан соң қасқыр не болды деп сұраса: Аю: «Уи, әтәңді ұрайын, әпшуымды бекер кесіппің, бәрібір майтабан екенмін» депті. Бір кезде аң патшасы арыстан аңдарды жиналысқа шақырыпты. Сол кезде қасқыр осырып қояды. Содан қоян тұрып: «Кім осырды?» десе, ешкім үндемейді. Содан қасқыр тағы осырып қояды. Содан қоян ашуланып: «Кім осырды?» десе, қасқыр ызаланып: «Ал, мен осырдым мен» десе, қоян тағы: «Осырасыз ба? Иісі одеколон екен» депті. Бірде піл мен құмырсқа теледидар алдында футбол көріп отыр екен. Құмырсқаның алдына піл отырып алыпты. Құмырсқа ары қарайды, бері қарайды, піл қозғалмайды. Бұған ашуланған құмырсқа жүгіріп барып пілдің алдына барып отырып алып: «Біреудің алдына отырған қандай екен» депті. Бір күні бір балгердің үйіне біреу есік қағады дейді. Сонда анау балгер ашып алдында бір қой айтатын көрінеді: «Құмалақ, заказали» деп. Хахахаухухауха. Бека мен Сика көл жағасында суға түсіп жүреді. Бір жерден қой ұрлап келіп бұқтырады. Сөйтіп тойып алады. Сонда Бека: «Бізді ұстап алмау үшін қойдың сүйектерін жерге көміп қой» дейді. Сөйтіп екеуі әбден ішіп мас болады. Сол кезде сүйекті жерге көміп қоюдың орнына Сика сүйекті Беканың артына тығып қояды. Бека оянғаннан кейін туалетке барып келеді. Келген соң Сикаға: «Сика, ішуді қою керек». «А не болды?» «Жаңа үлкен діретте отырсам, қарасам діреттіммен бірге омыртқам шығып келе жатыр, қайтадан кіргізіп жібердім» деген екен. Бірде Қожанасыр өзінің мініп жүрген есегін жоғалтып алады. Онысын өзі жаяулатып іздеп жүреді. Бір кезде ашық тұрған қораны көреді де, солай қарай тарта жөнеледі. Қораға кіріп ішін аралап жүргенде бір қыз бен жігіттің сүйісіп тұрғанын байқап қалады. Жігіт өзінің қызына: «Мөлдіреген көздеріңнен дүние көрінеді» деп айтады. Сол уақытта қожа атып шығып: «Менің есегім көрінбей ме?» десе керек. Жаңа жыл жақындаған кез. Қазпоштаға бір оқушы бала келіп, Аяз атаға хат жібергісі келетінін айтады. Қызметші открытка, қалам береді. Әлгі бала жарты сағат отырып жазған хатын қызметшіге береді. Қызметші қасындағыларын шақырып, бәрі бірге оқиды. «Құрметті Аяз ата, жаңа жыл келе жатыр. Ал менде не бас киім, не свитер, не шарф, не қолғап жоқ. Өтінемін, маған сыйлық ретінде беріп жіберші». Мұны оқыған қызметкерлер әлгі балаға жандары ашып, бәрі жиналып, манағы жазғандарын сатып алады. Тек қолғапқа ақша жетпей қалады. Келесі күні оқушы бала келіп, посылканы алып кетеді. 2 күннен кейін тағы хат әкеледі Аяз атаға. Аналар тағы ашып оқыса: «Аяз ата, сыйлықтарыңызға рахмет.
Тек қолғап жоқ ішінде. Менің ойымша мына поштадағы оңбағандар алып алған сияқты депті. Ухахаха. Папа, мыстандар өмірде жоқ қой. Әкесі әйеліне бір қарап. Кішкентай кезімде мен де солай ойлағам деген екен. Бір әйелдің күйеуінің түрі әдемі емес екен. Бір күні әйелі огород суғарып жүріп алтын балық тауып алады. Алтын балық мені жіберсем мен сенің бір тілегіңді орындаймын дейді. Ол әрине әйел болған соң Сириядағы соғысты тоқтатуды сұрайды. Алтын балық мен Сирияның қайда екенін білмеймін. Сен басқа тілек айт дейді. Менің күйеуімді әдемі қыл дейді. Жақсы, сен онда оның фотосын әкел дейді. Ол фотосын әкеледі, балық көріп көзім шықсын деп лақтырып жібереді. Лучше глобусты әкел, Сирияның қайда екенін іздеп депті. Жындыханада дәрігерлер дуалға автобустың суретін салып жатыр екен. Ал мініңдер кетеміз депті. Жындылар бас салып жүгіре бастапты. Bir жынды ғана жүгірмей орнында тұра беріпті. Дәрігерлер жындының қасына келіп, сен неге жүгірмейсің депті. Сонда әлгі жынды, қойшы адам көп, қой мен таксимен барам деген екен.